Құрметті ұстаздар, біз бүгін QR код жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін бізге Яндекске немесе Гуглға Mi QR деп теру қажет. Тергеннен кейін бізге бірден осындай бет ашылады. Generate QR код бесплатно деп басамыз. Басқаннан кейін бізге осындай бет ашылады. Бұл жерде кез келген ссылканы, мысалы киноның болсын, ютубтағы кез келген видеоның ссылкасын QR кодқа алмастырып алуға болады. Немесе картинканы, PDF құжатты, аудио мәтінді, WhatsApp'ты осында көрсетілгеннің кез келгенін QR кодқа алмастыруға болады. Мен сіздерге қазір мысалы өздеріңіздің қымыжыларыңызды қалай QR кодқа алмастыру керек екенін түсіндіретін боламын. Ол үшін PDF-ді басамыз. Бізге осындай бетке өтеміз. Өткеннен кейін біз өзіміздің қымыжымызды, кез келген документімізді бірінші PDF-ке алмастырып аламыз. Кейін загрузить файл деп басамыз. Мына жерде бізде жаңағы қымыжым дайын тұр, міне. Осыны жүктейміз. Кейін атын жазамыз, мысалы, бастауыш сынып. Немесе тақырыбын жазуға болады қымыжының. Категорияға кез келгенін таңдауға болады. Education деп таңдаймын мен қазір. Скачать QR код басамыз. Бізге осындай бірнеше шаблондар беріледі. Өзіңізге ұнаған кез келген шаблонды жүктеп алуға болады. Мен қазір осы шаблонды жүктеп аламын. Яғни менің қымыжымның QR коды дайын.